Мен атым Тұрсын, фамилиям Егінбай ұлы Тұрсынмын. Мен Қытай Халық Республикасы Шинжаң Уйғур автономиялы район Кетпен-төбе қыстағында дүниеге келгенмін. Я осы пәзанда біздің отбасымыздағы Сағынай шаруа қожалығы. Мен 2009 жылы Қытай Халық Республикасына көшіп келгеннен кейін осы Челек әкімшілігінен және жекеменшік бір ұйғыр кісіден жер сатып алып, 10 гектар. О кезде осы үй жоқ, жаңағы тап-тақыр дала 2011-ден басталдық. Қойдайды кемес ме? Суда келдік кені. Мен енді кішкене интервью беріп жүрейін. 2011 жылы осы Челек құзырындағы әкімшілік және жекеменшік Абдыросыл деген кісіден өшеден жер сатып алып, осы тақыр дала ештеме жоқ, бір шаңдатқан, жиде басып кеткен жер болған. 2011 жылы бастап 2012-13-терде біз Пентамытына кезде менің қытайский тракторым бар. Соған чағыл, тас 2 жыл дайындық істеп, осы стеналарды 2015 жылы салдым. Қытайша айтқанда Әнжан топырақтан, осы кісінің баласы қытайский трактормен осының бәрі осы 2 көміт үй, мына жағында бір көміт бар, 3 көміт үйді Пентамытты алдымен құйып, 2016 жылы бітіріп, өшірді жаздай қой бағады, бада қой. Челектің бада қойы. Қазір қанша қой бар аға өшірді? 370-тей бар. 370 бас қой ұсақ ешкісімен менің 5 қой, 5 ешкім бар. Қазіргі жинаған малым өзім жеке меншік 5 қой, 5 ешкім бар. Осы күшті қосып, көмектесіп, жаңағы жиналған 370 бас малда әр неменесін қаншадан бағасы? 500-ден. 500 теңгеден бағады. Ha? Mene? Namaz vakti болып қалды ғой аға? Иә, намаз vakti. Қытай Халық Республикасының жаңағы рұқсатымен діни білім алуға Іле Қазақ облыстық ислам дін мектеп медресе дейді. Сол медреседе дін білімін алуға түстім. Сол жұмысымызды атқардық. 2009 жылы Алла Тағаланың бұйруы және өзімнің қалауы еркіндігімен Қазақстан Республикасына атамекенімізге қоныс аудардым. 2011 жылы сентябрь айында әрен дегенде өзімнің жағы атамекеніме көшіп келген немді анықтап, түрлі жерден құжат жинап жүріп, Алматы қалалық әберге неше түрлі жол басып жүріп, өзімнің қазақтығымды анықтап, төл құжат, яғни отбасыммен бірге азаматтық алдым. Біз су алдық. Азындығы Хамет қайда? Екеміз бәрі дайындал енді. Хамет неге кетті ғой? Мектепке? Onda sen dayı da al.
туып өскен кезімізде мына долларды көрмедік. Сол нағашымыз ақылын айтып, сен үй алып ал, азын-аулақ ақшаң болса, үй алып болсаң, баспанаң болса, арғыта қиналмайсың, менің жұмысым бар деп, ол кісі Талдықорғанға кетіп қалды. Осы жерде үйлерге сөйлестік. Өзімде енді 33-35 мың юаным бар, болды, 8-ін берсем, қалғаны расходыма жетеді деп, өзім солай ойладым. Қарсы жақ, олар жергілікті адамдарға біз неміз түсіндіре алмаймыз ғой. Сосын жаңағы жарайды дедік, алдық, нотариусқа барып, ал енді документ бітіп, бәрі дұрыс, енді ақша бере сал деп, ақшаны санап, мен 8 мың юан берсем, маған лақтырып жаңағыдай. Не ақымақ қып тұрсыңыз? Біз келістік. Иә, келістік. Қаншаға келістік? 8-ге келістік. Иә, 8. Мен сізге 8 мың юан беріп отырмын ғой. 8 мың сом. Десем, жоқ, мен 8 мың доллар алам. Сонда жергілікті адамдардың ол юанды танымайтыны шындық. Мен долларды танымайтыным шындық. Осындай қызық іс болды. Былтырдан бері қата енді мына Алматыда менің бірге оқыған мына Нылқыдан келген бір сабақтасым бар, Әбдіғани деген. Солардан сұрадым. Мына Нарынқол ауданында Көпірәлі деген бір сабақтасым бар, одан сұрадым. Және Астанада Тұрсынғали деген бір сабақтасым бар. Бұлардан да сұраймыз, Қытайдағы сабақтастарымыздан қаншауы келдік, қаншауымыз бар бұл жерде. Десек, сол 4-5-еуміз осында бармыз екен. 4-еу ма, 5-еу ма. Ал енді қалған сабақтастарымыз жаңағы 56-57 сояқта. Сонда 56-ның бір тал, 2 талы бар, қағаны мүлде ояқта сотталып кеткен. Біздің мұғалімнің өзі Нұргелді деген мұғалім болған, жаңағы діни басқармамызда қазақ мұғалім, Текес ауданы 5-ші Қарадаладан шыққан. Сол кісінің өзін естіп жатырмыз, мұғалімнің өзін 18 жылға соттап жіберген. Общем, сонда жаңағы сабақтастарымыздың қазір 90% жоқ Қытайда. Семьялары қалған. Енді осы неміз болса, осыны мен қузап, өзіміздің Алматыдағы Серікжан Білаш ата жұрт мекеніне барып, қузау салдым. Осы сабақтастарымыз жоқ осы кезде қарасаңыз. Оған не қысым болды, Қытай оны неге соттайды, болмаса өзі рұқсат беріп, өзі діни білім беріп, оқытып, өзі имамдық сайлап, книжка дипломымызбен жұмыс жасап жүрген азаматтар болған. Осылар қазір жоқ. Із-тозсыз жоқ, мысалы. Осылай. Шинжаң туған жеріміздегі Түнген ағайындардан енген, яғни үлгісін алған Гамиянпи деп аталады. Енді жалпы біздің ашқанамыздың юаскасы тақырыбы Гамиянпи. Енді өзіміздің туған жердің тамағы, Қытай тамағы деп сүйіп, тыңлап, мысалы, неғып жейді жаңағындай, аңсап жейді. Негізгі осы тағамның дәмін кіргізетін, осы тағамды тіл үйретін, осы тағамды жаңағы тағамның ең негізгі не алатын осы лазы. Лазы өнімге тұзды су, өксіз осы шөумен құрылады. Енді осы Гамиянпи кезінде бір порсы дайын болды. Осы бір порсы біз бұрын ең алғаш 2013-2014 жылы осы бір порсы тамақта 200 теңгеден сатты. Иә. Қазір 600 теңге. О кезде 1600 теңге болған. 1800 болған.
Қазір біз осыны үлкен порсын 600-ден, кіші порсын 500-ден. кіші порсын 500-ден болады. Енді ағашты осы жерде 2016 жылдан бастап сол ағаш ектім. Кішкентай жаңағы менің айдап келген мотоцикліме арт жағына байлап алып, ол ағашты Алматыда енді қалтамыздан ақша жоқ қой, бір істеп екі осы жерге келіп осыны жасаймыз, семонт ана мынау істетеміз. Сонда Алматыда Назарбай бақшасының қасында ұйғырға істедік. Сол кезде Алматыдағы қисықтал, жаңағындай бюратал дейміз. Соны 20 сантиден кесіп, қол сөмкеме салып, соны әкеп еккем. Жоқ олғаны деймін? Әне.